Хасан әл-Басри оған Аллахтың рахымы болсын былай деді: біз үшін балаларымыз бен әйелдерімізге қарағанда мұсылман бауырларымыз қымбат. Өйткені отбасыларымыз осы дүниені, ал діндегі бауырларымыз ақыретте еске салады. Тағы бір сөзінде Хасан әл-Басри: ей адам баласы, тақуа мұсылмандардан достарың көп болсын. Ақиқатында олар есепке алынатын күні сендерге араша түсушілерден болады. Ей адам баласы, ақиқатында жасап алып, тәубеге келгенше күнәдан бас тартқан әлде қайда жеңіл. Хасан әл-Басри оған Аллахтың рахымы болсын: мен адамды 3 топқа бөлер едім. Бірінші топ бұл адамдар тамақ тәрізді, әрдайым қажет және бәріне керек. Екінші топ бұл адамдар дәрі сияқты, тек кейбір кездерде қажет болады. Үшінші топ бұл адамдар ауру іспеттес, олар ешқашан ешкімге керек емес. Ей адам баласы, тіл бүкіл денені басқарушы. Егер ол күнә жасаса, дененің қандай да бір бөлігі зиян шегеді және сол күнәні бірге жасайды. Егер тіл көп нәрседен тартынса, дене де күнәлардан тартынатын болады.